Баршаңызға сәлем қыздар, біз сіздермен бүгін балалық шақтың дәмі, осындай керемет лакомкалар әзірлейтін боламыз. Бізге барлық заттарымыз жылы болу керек. Жылы сүтімізге суымызды құямыз, сонан соң тұзымызды, шекерімізді, онан кейін барып дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сүтіміз бен суымыз жылы болуы қажет. Шекеріміз ерігенше кішкене араластырып, сарымайымызды микроволновкаға ерітіп аламыз. Осы уақытта барлығын граммдарын астына описаниеға жазып қоямын. Сарымайымызды құйып, одан кейін електен ұнымызды өткізіп, ұнымызды да салып, қолымызға тым қатты жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Қамырымызға мысалға 50 грамм ұн сізде ары-бері жүретін болады тығыздығына байланысты. Сонан соң бар бетін пакетпенен жауып, 1 сағатқа ашығанша қойып қоямыз. Жылы жерге жақсылап орап қойыңыздар, міндетті түрде суып қалмасын. Әдемілеп орап осылай қойып қоямыз. Енді осы аралықта біз кремін жасауымыз керек болады. Креміне мінекей сүтімізді құямыз. Араластырып, ішіне 1 жұмыртқамызды саламыз. Сонан соң бізде крахмал, шекер салатын боламыз. Барлығын граммдары астына қазір жазып қоямын, көріп алыңыздар. Біз бұл кезде газдың астын қосқан жоқпыз. Мінекей крахмалды ең соңына қосқан соң жақсылап араластырып алып, сонан соң барып астын қосатын боламыз. Енді астын осы қосқаннан бастап үзбей біз қолымыз венчикпенен араластырып отыруымыз қажет болады. Себебі бізде құрамында крахмал болғаннан кейін тез қоюланатын болады. Бір жағынан асты жабысып қалмас үшін осылай үнемі қозғап тұрасыздар. Беті кішкене бүлк кетіп қайнаған кезде, уже қоюлана бастаған кезде астын өшіреміз. Сол кезде бізде кәдімгі қою қайнатылған крем шығатын болады. Мінекей уже қоюланды бізде. Енді біз тез су үшін басқа ыдысымызға осы кремімізді салып, салқын жерге апарып қоюымыз керек. Суып тұру үшін тоңазытқышқа салуға болмайды. Тек салқын бір бөлмеге қойып қойсаңыздар жетеді. Осылай бір ыдысқа салып, бетін пленкамен, пищевой пленкамен әдемелеп жауып қойып қойыңыздар. Сол кезде бізде бір келкі болып, әдемі болып суып тұратын болады. Енді осы аралықта бізге мінеке суығанша қойып, енді бізге сливки қажет болады. Сливкимізді құйып, мінекей граммдары да белгілі, барлығын дәл сол мен айтқан граммдармен жасасаңыздар болады. Сол кезде точно осы сіздегі рецептке жететін болады. Сахарный пудрамыз саламыз. Енді екеуін жақсылап бір миксерлейміз. Тым қатты қою қылып миксерлемейміз. Орташа жылдамдықта миксерлеп қою, бұдан да бір крем шығаратын боламыз. Сонан соң біздің жаңағы суыған қайнатылған кремімізді осыған араластыратын боламыз. Сол кезде бізде мінекей заварной крем шығатын болады. Барлығын салдым, уже суыған, осы айналдырған креміме, яғни сливки мен сахарный пудраны айналдырып алып, соған осы кремімізді, қайнатылған кремімізді қосып, осылай араластырамыз. Кішкене миксерменде бір ұрып жеруге болады. Сол кезде плотності нормальный болады. Сол кезде тым көп уақытқа емес, ар кеткенде бір 3-4 минут қана айналдырсаңыздар жеткілікті болады. Мінекей осы кремімізді қазір лакомкамыздың арасынан осы крем шығатын боламыз. Дәмі өте керемет болады. Мінекей енді бізде қамырымыз ашып тұр. Сіздерде де қатты көтерілу керек, өзінің көлемінен 2-3 есеге көтеріледі. Сонан соң біз енді граммдап бөліп алуымыз қажет болады. Осылай таразыменен өлшесеңіздер 80 граммның жобасында бөліп алыңыздар. 100 грамм болса тым қатты үлкен болып кетеді, сондықтан 80 грамм нормальный болады. Осылай барлығын домалақтап 80 граммнан бөлген кезде бізде 13 штук шығатын болады лакомка. Мен осылай барлығын жасап алдым. Сонан соң барып жаятын боламыз. Мінекей барлығын домалақтап қойдым. Енді осыны шетінен кішкене ұн сеуіп жеріп, біртіндеп жаятын боламыз. Жайған кезде тым қатты басып, екі шетін жұқартып жеруге болмайды. Кішкене ғана қатты баспау керек. Мінекей, егерде сіздерде тым қатты домалақ болмаса, кішкене шеттерін тартып созып жеріңіздер. Енді домалақ болып шыға бермейді көбінесе.
бірақ біз екі бетін бір-біріне жапқан кезде теңесу керек болады. Яғни екі бетін бір-біріне теңестіруіміз қажет болады. Осылай жаңағы айтқанымдай шеттері тым қатты жұқарып кетпесін. Барлығын осылай жасап шығатын боламыз, және пергамент қағаздарыңыз болса төсеп, табаларыңызға осылай шетінен қоя беретін боласыздар. Мінекей осылай барлығын дәл осылай жасап шығасыздар, және осылай табамызға қойғаннан кейін ең маңызды сіздерге айта кететін нәрсе, осы жасап қойғаннан кейін 30 минутқа міндетті түрде бетіне пакетті жауып, әбден көтерілгенше қойыңыздар. Содан кейін барып қана пешке салып пісіреміз. Әйтпесе сіздердің лакомкаларыңыз көтерілмей қалатын болады. Осы нәрсе маңызды. Сондықтан осыны ұмытпаңыздар. Мінекей содан кейін ғана пешімізге салып пісіреміз. Осы нәрсені ұмытпаңыздар, әйтпесе сіздерде лакомкаларыңыз жұп-жұқа болып көтерілмей қалады. Осындай әп-әдемі болып піседі. Суытамыз, суытып болған соң барып қана крем жағуға кірісіңіздер, әйтпесе болмайды. Міндетті түрде суытып алыңыздар. Және де осының ішінен бізде 13 үштік шықты, біреуін алып блендерменен езіп аламыз. Егер блендер жоқ болса, қолмен майдалап жасасаңыздар да болады. Осылай кішкене үгітіп аламыз. Бұл бізге сыртына жағуға қажет болады. Мінекей тым қатты майда емес, осындай болады. Сонан соң арасын ашып, кремімізді осылай жағып, және екеуінің байланысқан жеріне де кремді жағасыздар осылай. Сонан соң осылай малып аласыздар. Мінекей қараңыздар, дәл осылай видеодағыдай етіп жасайсыздар. Мінекей қыздар, осымен ас болсын сіздерге. Барлығын осылай тізіп жасап шығыңыздар. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Айтқан ескертулердің барлығын сақтап, дәл осылай жасап шығыңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Сіздерге осындай ерекше рецептілерді салып отыратын боламын. Барлық рецепті астында описанияда болады. Сол жерде еще деп бассаңыздар шығатын болады.